Кейде менің бауырым ауырып батса, інім ауырып батса, бәріңізде ол болады. Бұл анда неписанный, бірақ өмірдің заңы да, жазылмаған өмірдің заңы. Қалай? Мәселен, бауырымыз ауырып батса, мен тұрып, "Ей, слабыйсың, я? Жүріп қой мына ауырмай." деп айтасыңдар, айтпайсыңдар ма? Айтсаң ауырасың ба? Ауырасың. Железін ауырасың. Ол жазылмаған заң. Білесіңдер ғой оны. Дұрыс па мен сақ? Біреуге барып дандайсып тұратын болып болсаң, сен слабый екенсіңдер сендер" деп. Топ тегізесің ертең сені. Сол аурумен. Неге бұл заң? Бұл заң, баяғыдан бар заң да бұл. Бұл ана тәкаппарлық, бұл Аллаға былайша айтқанда Алланың Аллаға тәкаппарлық қой, мен ғой деген. Алла басып қояды. Алла Құранда мынандай аят бар. Вәлә тамши фил арди. Не дейді мағынасы? Жердің бетінде дандайсып жүрмеңдер дейді. Даже аятта да мен дейді. Жердің бетінде дандайсып жүрмеңдер дейді. Не, жүргеннің өзінде жерді жырта аласың ба? Әлде сенің тәкаппарлығың анау биік таулардан асып кете ма дейді. Талтаңдап жүргеннің өзінде жерді жырта аласың ба дейді. Әл тахрикул арда дейді, былайша айтқанда. Не істейсің талтаңдап жүргенде? Алла Тағала көрдің ба? Біреудің тәкаппарлығын даже талтаңдап жүргеннің өзінде Алла тәкаппар да ол.